Бірінші Белал, сендер төбелеспейсіңдер, бұны білеміз. Екінші орын Шон Брэди, үшінші Шавкат Рахмонов. Сен үшін бұл жігіттер арасында үлкен қиын жекпе-жек болады дейтіндей біреу бар ма? Иә, достар, Ислам Махачев біздің Шавкат Рахмоновтың салмағына көтерілді. Енді ол кіммен шығады, кімді меңзеп жүр? Оған қоса осы жексенбіде жеңіл салмақтың белбеуі үшін Илья Топурия мен Чарльз Оливейра кездесетін болады. Толық жекпе-жек және де тікелей эфир менің телеграм арнамда болады. Осы бейненің төменгі жағында. Ал әзір Оливейра мен Топурияның жекпе-жекке дейінгі пресс-конференциясын тыңдайық. Одан кейін Ислам Махачев не деп жатыр, оны да соңына қарай білеміз. Сіздермен бірге сол идея арнасы, біз бастаймыз. Соңғы жекпе-жекте біз сабырлы байсалды Оливейраны көрдік. Баяғыдай атылып алға бармадың. Соңғы жекпе-жекте бұл өзгерісін мансабында ұзарту үшін жасалды ма? Немесе қарсыласына солай ыңғайды таптың ба? Charles, in your last fights, we've seen you less and more calculated and less chaotic. And do we feel that this is you kind of adapted your career so you can, take it longer, and this speaks for longevity, or this was just adapting to a new type of game? Бұл даму, тәжірибе. Әр жекпе-жек сайын өсесің. Болғаны, үнемі үйге қайтып өткеннен сабақ аламын. Осыдан да қиналамын, шыны керек. Атылатын стилімді жоғалтамын. Бірақ бәрібір алға ұмтыламын, салқынқандылықпен. You're always looking to grow. That's what I do when I go back home. It's not without losing my style, continue to be aggressive, but just, thinking twice about it. Оливейра, сен нағыз аңыз жігіттермен шайқастың. Пория, Гейджи, Чендлер, ал әзіргі назардың бәрі Топурияның маңында. Топурияда атап өткен жігіттер секілді аңыз дейтіндей деңгейі бар ма? Charles, você enfrentou lendas do esporte, você passar por Poirier, Gage, o pessoal mais recente. O Topuria, ele tem, você vê nele elementos dessas lendas com quem você lutou, ou você acha que para ter isso você tem que também ter tempo de casa para mostrar? Әр жауынгердің қабілеті бар, рухы бар. Атап өткен жігіттердің жастары қаншада? Олар жеңіл салмақтың шынында ма? Олар аспаннан түспеді, жастары қаншада? Топурия жеңіліп көрмеген, аш, тентек жүгірмек. Оған әлі көп нәрсені дәлелдеу керек. Every fighter has, different levels of things, different approaches to things, and the way that they take up on fights. And Ilya is just coming out there and just, very young, very hungry. He's also undefeated, but there's a lot to prove still. Сен жекпе-жекке шығарда арыстан секілді бастан-ақ алға ұмтыламын деген едің. Топурия дәл осыны күтіп тұр. Ішінде бұл ойынды ойнамаған жөн, оның күткенін жасамаймын деген ой бар ма? Немесе бұл қызық болады, күтіп тұрған нәрсесін жасап, бәрібір оны жеңемін деп ойлайсың ба? E o Ilya falou que sabe o que você vai fazer, que você vai para cima, que é isso que ele espera que você faça. Você acha que vai ser interessante fazer assim, bem, ele espera que eu faça isso e eu não vou fazer, ou eu vou fazer exatamente o que ele espera e mesmo assim eu vou ganhar dele? Негізі бәрі біледі не болатынын. Бұл тағы бір жігіт, басы менің алдымда жататын. Салам алейкум. Топурия, сенің Холлоуэй мен Волконовскийге қарсы жекпе-жектерін өте маңызды секілді көрінді. Оливейраға қарсы шығып тұрғанын ең маңызды жекпе-жек десе бола ма? Айтарымды білмеймін, шынымды айтсам, ерекшелік жоқ. Бұның себебі сен өзіңді сол шында елестетіп, жарқын жұлдыз болып, жетістікке жеткенді елестеткеннің арқасында ма? Мүмкін себебі бәрі бірдей? Сен сұхбатта оған бармаймын, ол өзі маған атылады дегенсің. Кеше ғана Оливейра бұған, я, мен оған қарай атыламын деп жауап берді. Жаттап алыңдар, ол алдыға атылуға тырысады. Ол жасай алмайды бұны, тек тырысады, әрине жеңуге тырысады. Сен таңғалдың ба оның саған өзі-ақ атылып баратынына, және бұл саған жақсы бола ма? Ол өзі саған жақындағаны? Жоқ, мүлде. Бұл оның жұмысы. Ол өзіне сенімді болуы керек. Бұл жекпе-жек 2 минуттық спринтқа айналуы мүмкін бе? Біреуін құлап жерде бәрін аяқтағанға дейін. 2 минуттық спринт пі? Жоқ. Ол алдыға атылғысы келеді, бірақ қолынан келмейді. Сосын ол менің ойынымды ойнайды. Мен айтқандай.
Бұдан бұрын Ислам Махачев сұхбат берген еді. Ол жеңіл салмаққа қайта оралуын жоққа шығармады. Бірақ бұл сенің қолында болса, сен онымен жартылай орта салмақта үшінші белбеуді алғың келетін бе еді, немесе жеңіл салмақта шыққың келе ме? Мен үшін онымен жартылай орта салмақта шыққаным жақсы. Оны жеңіп үшінші белбеу аламын. Бұл мен үшін ең үздік сценарий болатын еді. Енді жартылай орта салмақта сені жаңа сынақтар күтуде. Бұл жаңа толқын. Алғашқы 7 жігітті атасақ. Бірінші Белал. Сендер төбелеспейсіңдер, бұны білеміз. Екінші орын Шон Брэди, үшінші Шавкат Рахмонов, төртінші Леон Эдвардс, бесінші орын Камару Усман, алтыншы орын Йен Мачадо Герри, жетінші орын Майкл Моралес. Сен үшін бұл жігіттер арасында үлкен қиын жекпе-жек болады дейтіндей біреу бар ма? Иә, барлығы мықты жігіттер, және мен бір сұхбат көргем. Усман бір нәрсе айтып жатқан. Иә, бұл қиын жекпе-жек болады, бірақ жақсы естіледі. Бұл расымен үлкен жекпе-жек, және бауырым, білмейм. Белбеуді алған соң көреміз. Жекпе-жектен кейін пресс-конференцияда отырып сөйлесеміз бұл жайлы. Бірақ мен әзір Мадаленаның артына қарағым келмейді. Ал енді сіздердің ойларыңыз қандай? Оливейра мен Топуриян жекпе-жегінен кім ұтады? Оған қоса Ислам Махачев Джек Делла Мадаленаны жеңе ала ма? Одан кейін Шавкатпен кездесе ме? Қашып кетпей ме? Барлық пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Барлығын қарап оқимын. Сіздермен болған сол ID арнасы, Telegram арнаға, YouTube арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош аман сау болыңыздар. Жақсы жаңалықтарда жүздескенше.